Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 128 сабақ. Өзіңді тексер, қайталау сабағы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Кез келген тұйықталмаған қисық және тұйықталған сынық сызықсыз. Әр сызыққа 3 нүктеден қой және әріптермен белгіле. Осы белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасуын анықта дейді. Балалар, дәптерімізге бір тұйықталмаған қисық сызық пен тұйықталған сынық сызық сызамыз. Мынау бізде тұйықталмаған қисық сызық, ал мынау тұйықталған сынық сызық. Ал енді бұлардың бойынан 3 нүкте белгілеп, оларды әріптермен белгілеп қоямыз. Мен тұйықталған қисық сызықты А, Б, С әріптермен белгіледім, ал тұйықталған сынық сызықты К, С және Д әріптермен белгіледім. Енді олардың бір-біріне қатысты орналасуын айтуымыз керек екен. Яғни А, С нүктелерінің бойында Б нүктесі орналасқан, К, Д нүктелерінің бойында С нүктесі орналасқан. Екінші тапсырма. Кестені толтыр. Тік бұрыштың мұнда периметрі, ұзындығы және ені көрсетілген. Біріншісінде бізде ені белгісіз, екіншісінде периметрі, ал үшіншісінде ұзындығы белгісіз. Осы кестені толтыруымыз қажет. Біріншісінде балалар ені, яғни Б белгісіз. Бізде периметрі П 20 см, А 7 см-ге тең, Б-ны анықтауымыз керек. Шешуі. Бізде периметрдің табу формуласы А мен Б-ның қосындысын 2-ге көбейтетін едік. Ал енді мұнда бізде Б белгісіз болып тұр, ал Б-ны табу үшін периметрді 2-ге бөліп, А-ны азайтуымыз қажет. Периметр бізде 20-ға тең, 20-ны 2-ге бөліп, одан 7-ні азайтамыз. 20-ны 2-ге бөлсек 10, 10-нан 7-ні азайтсақ 3 қалады. Демек, тік төртбұрыштың ені, яғни Б 3 см-ге тең екен. Келесі бізде периметрі белгісіз, ұзындығы мен ені белгілі, яғни А тең 4 дециметрге, Б тең 2 дециметрге. Периметрді анықтауымыз керек. Периметрдің формуласы А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттыру. 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12 болады. Демек, периметрі 12 дециметрге тең. Ал үшіншісінде балалар ұзындығы белгісіз, біз ұзындығын анықтауымыз керек. Яғни, мұнда периметрі 18 метр, ені 3 см, ұзындығын анықтауымыз керек. Шешуі. Ұзындықты анықтау үшін периметрді 2-ге бөліп, енін азайтамыз. 18-ді 2-ге бөлсек 9, 9-дан 3-ті азайтсақ 6 қалады. Демек, ұзындығы 6 метрге тең екен. Үшінші тапсырма. Желкенді қайықтың қандай фигуралардан құрастырылғанын айтып бер дейді. Балалар, суретке мұқият қараймыз. Суретте байқасаңдар 3 бұрыш, 4 бұрыш, шеңбер және түзуден құрастырылған. Демек, желкенді қайық 3 бұрыш, 4 бұрыш, шеңбер және түзуден құрастырылған екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.